Сіздер ме, құрметті студенттер, бүгін біз газ жалынымен кесу модуліндағы еңбекті қорғау сабағынан жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Жаңа тақырыптың атауын білместен алдын сендерге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Сендерге міне 4 сурет берілген. Осы суретке қарап біздің бүгінгі жаңа тақырыбымызды анықтай аласыңдар ма? Керемет, қазір уже біліп отырған шығарсыңдар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз техникалық қызмет қауіпсіздігі. Сабағымыздың мақсаты газбен кесу кезіндегі қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, жұмысқа және құрал жабдықтарға қойылатын талаптарды түсіндіру, газбен кесу бойынша қауіпті факторларды үйрету. Күтілетін нәтиже: газбен кесу кезіндегі қауіпсіздік техникасын біледі, жұмысқа және құрал жабдықтарға қойылатын талаптарды түсінеді, газбен кесу кезінде зиянды факторларды қайтаруды және оларға керек жабдықтарды қолданады. Бағалау критерийлері: бүгінгі сабақты түсінгендерің қандай дәрежеде түсінгендеріңе байланысты және тапсырманы орындауларына байланысты осы критерийлер бойынша бағаланасыңдар. Бағалау шкаласы. Бағалау шкаласы проценттік жүйеде берілген. Осы процентке байланысты өздеріңді бағаларыңды аласыңдар. Жалпы қауіпсіздік техникасы дегеніміз не? Қауіпсіздік техникасы еңбекті қорғаудың бір түрі. Жұмыс атқарушыларға қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуіне жол бермейтін ұйымдастырушылық және техникалық шаралар мен құралдардың жүйесі. Еңбекті қорғау қағидаларының құрамдас бөлігі. Жұмыскерлердің денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін өндіріс жағдайларының алдын алудың ұйымдастырушылық техникалық шаралары мен құралдарының жүйесі. Ашық отпен жүргізілетін кез келген жұмыс қауіпті. Оған газбен дәнекерлеу және кесу де жатады. Сонымен қатар дәнекерлеудің бұл әдісі тағы бір қауіп факторына ие. Өйткені жұмыс үшін жарылыс қаупі бар ацетилен мен оттегі қолданылады. Яғни газбен кесу мен дәнекерлеу кезінде біз ацетилен баллоны және оттегі баллонын қолданады. Оны білеміз. Өндірістік қауіпті факторлар. Егер су тығыздағышы жұмыс істемесе, жалынның артқы соққысынан ацетилен генераторларының жарылыстары. Яғни суымыздың деңгейі жеткілікті болу керек. Егер оттекті цилиндрлерінде немесе редуктор клапанында май болса, оларды ашу сәтіндегі оттегі баллондарының жарылыстары. Оттықтың жалынына ұқыпсыз қарау. Жалын шаштың, киімнің, дәнекерлеушінің және үй ішіндегі өрттің өртенуіне әкелуі мүмкін. Дәнекерлеушілер жарық сүзгілерін қолданбаса, көздің күйіп қалуы, яғни каскалар. Кесу кезінде дәнекерлеушілер Г1, Г2 және Г3 көзілдірігімен, ал көмекші жұмысшылар В1, В2 және В3 көзілдірігімен қорғаныс көзілдірігінде жұмыс істеуі керек. Олардың ішінде Г3 және В3 көзілдіріктері ең қараңғы болып есептелінеді. Бөлмеде алмасатын желдету болмаған кезде жинақталған зиянды газдармен улану. Жабық жерлерде, шұңқырларда және резервуарларда зиянды газдардың жиналуы мүмкін. Газ жалынымен жұмыс жасау кезінде қоректендіру және шығару желдеткіштері жұмыс істеуі керек. Яғни газбен кесу және дәнекерлеу кезінде вентиляция болу керек. Газбен кесу алдындағы дайындық жұмыстары. Газбен кесуді тек газбен кесу технологиясын жақсы білетін, арнайы теориялық және практикалық дайындықтан өткен 18 жасқа толған ересек адам жүзеге асыра алады. Қауіпсіздік шаралары. Тағы да бір қауіпсіздік шараларына келетін болсақ, ацетилен және оттегі баллондары ол жарылыс қаупі бар баллондар деп айттық қой. Ацетилен мен газбен кесу арасы, яғни газбен кесу процесі болып жатқан жердің ара қашықтығы 10 метр болу керек. Ацетилен мен оттың арасы, яғни жалын болып жатқан арасы 10 метр болу керек. Ацетилен баллоны мен оттегі баллонының арасы 5 метрді құрауы керек. Бүгінгі сабақты түсінген болсаңдар, сендерге келесідей тапсырманы беремін. Бірінші тапсырма сұрақтарға жауап беру. Мен 5 сұрақ қойдым, сол 5 сұраққа дұрыс жауап берулерің керек. Екінші тапсырма кестедегі сөздердің аудармасын тап.
Кестеге қазақша 5 сөздің атауын бердім. Соның орысша және ағылшынша тілдегі аудармаларын табуларың керек. Үшінші тапсырма, суретте берілген жеке қорғаныс құралдарының атауларын жаз. Яғни 5 қорғаныс құралдарының суретін бердім. Сол 5 қорғаныс құралдарының атауларын жазып шығуларың керек. Қорытынды айтсақ, өндірісте жасалған жұмыстардың бәрі өз алдына қауіпті жұмыс факторларына жатады. Сол қауіпті жұмыс факторларын болдырмау үшін талаптарға сай жұмыс істеу керек. Жеке қорғаныс құралдарын дұрыс тәртіпте киіп, жұмысқа жауапкершілікпен қарау керек. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.